Бұл видеоларды көрсеткен кездегі мақсатым сіздердің ешқандай да көңіл күйлеріңізді түсіру емес, бір мұңайту емес, өзімнің басымнан шын өткен өмірімді көрсеткім келді. Оны мен еш жерде айтпағанмын, еш жерде көрсетпегенмін. Сол видеолардан кейін көптеген хаттар жазып жатсыздар, Садыр. Мен де осы видеодан кейін өз-өзіме сенімім артты, мотивация бердің деген секілді. Әрине, әрбір адам менің ойымша бір адамнан ешқандай да артықшылығы жоқ. Біреуге бірақ бақ ерте келер, біреуге кеш келер. Сондықтан да сіздерге айтқым келетіні, мені көретін кішкентай көрермендер, менің осы өнер саласы болсын, кез келген салада болсын, бастысы бір Аллаға ниетті түзу қойып, өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналыссаңыз, бұйырса қолдарыңыздан келеді деген ойдамын. Мен де дәл солай ауылдан шыққан қарапайым баламын. Солай өзім ән айтқым келді. Сіздердің алдарыңызға шығып өнер көрсету менің арманым болды. Сол кішкентай кезімнен бастап, сол арманның артында армандап, Құдайдан сұрап, шүкір Аллаға қазіргі күнімізге, бәрімізге. Мен әлі де сол сіздердің алдарыңызда баяғыдай видео түсіріп жүрген, күліп көңіл күй сыйлап жүрген Садырадимін. Мен негізі осындай мұң айтатын видеолар айтқым келмейді, себебі адамдардың онсыз да көңіл күйді түсіретін жаңалық көп қой қазір. Эфирларымды да сондай көңілді қылып өткізген ұнайды да, көңілді сөйлеген. Бірақ арасында осындай өткенге бір көз жүгіртіп, сабыр етіп, шүкір етіп қойған өте дұрыс деп ойлаймын. Бұйырса, мамам да Шымкентке келе жатыр, қазір жолға шықты, жаңа видеомен сөйлестік. Шымкентке шыдай алмай ол кісі де шығып кетті жаңағы видеолардан кейін. Ертең енді Алла жазса, үлгеріп жатсақ, сол бір арманымыз орындалып жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Бастысы Алланың қалауымен болады бәрі. Біз қанша асыққанмен, қанша кейбір істерге қанша шыдамсыздық танытамыз кейде, бірақ бәрі бір Алланың қолында. Сондықтан да ертең бұйырса көре жатармыз. Мен көптеген мектеп ауыстырғам, себебі біз әр түрлі районға көшіп, квартираға көшіп жүрген кезде сол жақын жердегі мектепке ауысуға тура келеді. Біздің сол кезде менің арманым болған ең үлкен біздің өзіміздің үйіміз болса екен деп. Естеріңізде болса, менің ең алғаш анама үй сыйладым деген видеом бар. 2020 жылы түсірген. Сол кезде менің сол кішкентай кезімден бері армандаған арманым еді сол кездегі. Мен білем, көп адамдарда қазір үй деген негізі басты, шаңырақ деген менің ойымша ең басты керек нәрсе. Себебі квартираға көп ақша кетеді негізі. Мен ол нәрсені білем. Ал, кеттік ары қарай. Көңіл күй түсірмейміз. Жаратушың қабыл етер дұғаларың тастама.